Көрермен, арнамызға енді ғана қосылғандарыңыз бар болса, армысыздар дейміз. Студия қонақтарымен өздеріңізді таныстырып өтсем, менің жанымдағы өздеріңіз күнделікті көріп жүрген, сіздерді қуантып жүрген десек те болады әртүрлі сыйлықтармен. Кабираева Махаббат Құрманғазықызы облыстық кәсіпкерлік палатасының сыртқы экономикалық іс-әрекет бөлімінің басшысы. Және де қадірменді қонағымыздың бірі Юлдашев Шухрат Мырза Шарипұлы, Наурыз пластик фабрикасының инженер-технологы. Студиямызға қош келіпсіздер. Қалай аман-есен жеттіңіздер ме? Осыншама дүниені бізге алып келіп. Қиналған жоқсыздар ма жолда? Аха, жақсы. Олай болса, ең алғашқы сұрақ, мынандай, қазір енді әрине жағдай қиындау болып тұр, доллар өсіп жатыр. Бірден осы сұрақты қойғым келіп отыр, оны өйткені көрермендерді қызықтырып отырған болу керек. Осы доллардың өсуі сіздердің ойыншықтарыңыздың бағасына әсер етпейді ме? Енді біз қазір кезінде бүгінгі ахвалымыз бойынша бір теңгедегі қалай ешнәрсе айта алмаймыз. Айтуға біз неміз болмай тұр. Құда қаласа харакат жасаймыз, бақатын асырмауға. Бізді бәрі Сирияға байланысты. Сирия біздікі бұл отырған әкелінетін, сырттан әкелінетін. Сырттан Сирия аgar бағасы асмайдыған бір қалып тұрса, біздікі де асмайды. Жақсы. Әрине көтерілмесін, өйткені сіздердің ойыншықтарыңыз харакат жасаймыз. Сапалы. Ал олай болса, Махаббат, өзіңізге жолданады сұрақ. Көрермендер күнделікті естіп жатыр, күнделікті былайша айтқан кезде құлағдар болып жатыр. Қаламызда 28 тамыз күні Нұрсат шағын ауданда көрме залында үлкен көрме ұйымдастырылғалы отыр. Яғни жәрмеңке десек те болады. Бұл кісілер де қатысады ғой? Бұл кісілерде сол көрменің қатысушы. Рахмет үлкен сізге. 28 тамыз күні көрме орталығында үлкен іс-шара болады. Облыстық кәсіпкерлер палатасының ұйымдастыруымен, облыстық әкімдіктің қолдауымен 70-тен аса тауар өндірушілер қатысады жергілікті. Біз күнделікті қазір айтып жатырмыз, экономикалық жағдайға байланысты импорт тауарларынан тәуелді болу үшін, яғни бәсекеге сай болу үшін біз өз тауарымызды өндіру керекпіз. Тек өндіріп қана қоймай, біз отандық тауарларды қолдау керекпіз. Мен сіздерді сол отандық тауарларды қолдауға шақырамын. Жанұяларыңызбен келіңіз 28 күні. Отбасыларыңызбен, бала-шағаларыңызбен көріп жатқандай осындай ойыншықтар да болып жатады ол жерде. Біз балаларды жастайынан осындай отандық тауарларды сүйіп тұтынуға шақыру керекпіз, тәрбиелеу керекпіз. Осындай іс-шаралардың арқасында көрсетуге, тамашалауға, сол жерде сатып алуға мүмкіндігіңіз болады. Жақсы. Олай болса, Шухрат аға, айтыңызшы, бұл сіздердің ойыншықтарыңыздың ерекшелігіне тоқталып өтсек. Енді бізді ойыншық... Мәселен, мынау көлікті алыңыз, мынау балалардың көлігі. Былайша қарасаң, өте жеңіл, қандай ерекшелігі бар? Мысалы, бізді бірінші очередтегі сапасы таза. Экологически таза Сирияда сап шығарамыз. Балаға зарар болады деген жері жоқ. Екінші орында біз Қытайдың аналог бойынша кәмшілігі болған жерін біз өзіміз толтырдық қайтада. Оның артында специальный қылған жері бар. Бала құлап түспейді. Артқа қарай ауып кетпейді. Бір жағы. Бұрынғы Қытайдікі біздікі бұла қылған кезде кішкенде. Біз бұны кішкене үлкеттік. Бұлай жағығамыз. Жан-жаққа ауып кетпес. Ал бірінші очереден шығарған ойыншығымыз осы болып тұр. Енді Құда қаласа біз музыкальный пульт білен істелген ойыншықтағы харакатымыз болып жатыр. Но пока біз енді бұлай істегенде кішкентай не қылып қылған ойыншығымыз. Бірінші бастаған біз ойыншығымыз бұлай ойыншықта бастап жұмыс бастадық. Қалай болады екен деп. Қалай ойыншық шығару оңай жұмыс ма, қиын жұмыс ма деп. Енді біз ойыншық шығарған кезде машақат болды. Бізді қазір Құдай шүкір бір машақатлық өтіп, не дейді, біз өте қуанып тұрған, бір кішкентай балаға бір қуаныш беріп, бізді ойыншығымызға Қазақстан бойынша болған неге сұраныс көп қой қазір. Құдай шүкір болып жатыр. Басында ойыншық шығарып кімге сатамыз, қалай кетеді дегенде бұл қазақтың шығарудың білемі жоқ па деген ой болып тұрған кезде қазір Құдай шүкір өзімізді отандық ойыншық бар екен, қай жерде адресін мені бізді алайық деген ой болып тұр. Өте қуаныш кетті бұл. Енді қазір бұл ойыншықтың иісі бар ма? Жоқ, бұл экология, біз бірінші очередте біз аған Сирияны сертификатқа саламыз. Ойыншығы шығарып, қайтадан біз сертификатқа тақым жібарамыз ки, бұны бір жерде, бір краскасынан, башқа жерден болған жоқ. Çünkü бізді қазір бір емес, 2-3 сертификаттан ойыншық шығарып тұрған ойымыз. Жақсы. Олай болса, бұл ойыншықтардың барлығын біз тектен-тек әкеп қойған жоқпыз. Бұл ойыншықтың барлығы бірден сіздікі болуы мүмкін, құрметті көрермен. Ол үшін студия қонақтар сіздерге сұрақ жолдайды. Егер ол сұраққа дұрыс әрі алғаш болып хабарласқан болсаңыз, онда ойыншықтың барлығын алып кетесіз. Олай болса, бірінші сұраққа
бірінші көлік, екінші сұраққа және үшінші сұраққа бөліп қойғанбыз. Олай болса, үш сұрақ кетті, жолданат, мұқият болыңыздар. Құрметті көрермендер, 28 тамыз күні көрме орталығында өтетін іс-шараның ресми атауы қандай? Бұл бірінші сұрақ. Екінші сауал? Ойыншық фабрикасы Наурыз пластик қашан ашылды? Қай жылы ашылды? Қай жылы ашылды? Шамалап айтсаңыздар да болады. Иә. Балалар үшін, сіздің балдарыңыз үшін, біз оларды қуанды үшін әрине атсалысамыз. Үшінші сауал? Үшінші сұрағымыз, осы Наурыз пластик өніміне бір қысқа 2 сөйлемдік жарнама ойлап тапсаңыз. Демек, бір егер ақын болсаңыз, онда 2 шумақ өлеңді шығарып жібересіз Наурыз пластик фабрикасына. Олай болса, мархабат, құрметті көрермен, экран алдында дәл қазір жазылып тұрған 21-44 байланыс телефонына тезірек хабарласыңыздар. Алдымызда тұрған барлық ойыншықтар сіздердікі болуы әбден мүмкін. Олай болса, махаббат, әрине қуанышты жағдай. Өйткені сіздер барынша осы біздің Шымкентте, осы біздің оңтүстік өңірінде өндіріліп жатқан өнімдердің жәрмеңкесін өткізіп, халыққа таныстырып, атсалысып жатсыздар. Әрине қуанышты жағдай. Бұдан да қызықты. Қандай сәттер болады дәл осы көрмеде? Осы іс-шара аясында біз көптеген өзіміздің жобамызға, өзіміздің бағдарламамызға көптеген қызықты іс-шаралар енгізуге тырыстық. Яғни тек қана үлкен кісілер ғана емес, өздерінің жаңағыдай мен айтып жатқандай жан ұясымен келіп, жақсы уақыт өткізетіндей мүмкіндік туғызуға тырысып жатырмыз. Қаншадан бастап қаншаға дейін өтеді? Ол жерде азанғы сағат 9-дан кешкі сағат 8-ге дейін үзіліссіз сол жерде тамақтанатын жері де болады. Сол жерге келіп, сіздер күні бойы жақсы уақыт өткізсеңіздер болады. Ол жерде мысалы біздің визит сусын шығаратын компаниямыз планшет ойнатады, кішкене бір шет жағасын айтып қоятын болсам. Басқа да ірі компаниялар өздерінің өнімдерін және басқа да қосымша сый-сияпаттарды келіп көріп қатысқан халыққа дайындап қойған. Жақсы, олай болса, алғашқы болып хабарласқан көрермен бар екен. Сауалын тыңдап көрейікші. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Иә. Сұраққа жауап берейін дегенім, бірінші сұрақтың жауабы, жаңағы бірінші сұрақтың жауабы ол отандық тауар өндірушілердің жәрмеңкесі. Өзіміздің Қазақстанның отандық, осы оңтүстік Қазақстан облысының отандық жәрмеңкесі деп аталады деп ойлаймын. Екінші сұрақтың жауабы ол мынау жаңағы фабрика, ойыншық фабрикасы қай кезде ашылды деді. Сіз кешіріңіз, сіз кішкене ережені бұзып жатырсыз. Сіз тек қана бір ғана сауалға жауап бересіз. Көрерменіміз бірден 3 сұраққа жауап беріп, алып кетейін деп тұрсыз ғой сыйлықтың барлығын. Болмайды, үлкен айыпқа бұйырмаңыз, тек бір ғана сұраққа жауап бересіз. Олай болса, сіз бетіңізші, сіз аты жөніңізді айтыңыз. Сіз аты жөніңізді айтпас бұрын телефон нөміріңізді қалдырыңызшы, сізге хабарласамыз. Сұраққа дұрыс жауап бердіңіз бе? Қалай? 21 39 80. Олай болса, мұқият болыңыз, жауабы қандай? Жауабын айтайын ба? Бұл жауап дұрыс емес деп айталам. Мүмкін тағы көрермендерді күтерміз. Жарайды, бірақ енді бұл кісі алғаш болып хабарласты. Алғаш болып хабарласты. Кішкене жақындау ғой жауапқа. Әрине. Олай болса, сізге беріп жібереміз енді сыйлықты. Ресми атауы ол Қазақстанның үздік тауарлары көрмесі. Енді бұл кісі кішкене жақындау келді. Отандық деп айтып жатыр. Алғаш болып хабарласып жатыр. Дұрыс айтасыз. Атсалысты. Олай болса, сізге бірінші көлік кетті. Олай болса, кез келген уақытта отырар телеарнасына келіп, Нәзір Төреқұлов көшесінде орналасқан, келіп өзіңіздің сыйлығыңызды алып кете аласыз. Олай болса, келесі жауап берген көрерменнің сұрағын тыңдап көрейікші. Саламатсыз ба? Алло, саламатсыз. Иә, сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Иә, тыңдап отырмыз сізді. Мен бірінші сұраққа жауап берейін деген едім. Бірінші сұраққа жауап беріп, сыйлығын алып қойды, айыпқа бұйырмаңыз аға. Уже болмай ма? Иә, екінші сұраққа, немесе үшінші сұрақ, осы Наурыз пласт фабрикасына кішкене жарнама жасап жіберіңізші. Қандай компанияға? Наурыз пласт. Наурыз пластик. Иә, Наурыз пластик. Ойыншықтарына бір жарнама айтып жіберіңізші, бір ауыз сөз, немесе бір ерекше бір сөз айта аласыз ба осы? Білесіз ғой, күнделікті жарнамадан көріп жүрсіз, кез келген тауарды жарнамалайды. Айтыңызшы жарнама. Ойлануға мүмкіндік берейік па сізге? Олай болса, хабарласыңыз, әлде үлгересіз. 21-44 байланыс телефонымыз, Олай болса, махаббат, сонымен бұл кісілердің тауарлары әрине өте сапалы, айтып жатырмыз. Сіздердің тараптарыңыздан бұл кісілерге қандай көмек болып тұрады?
Біздің тарапымыздан бұл кісілерге енді бұлар қазір тек қана ойыншықтың осы ғана түрін шығармай, бұлар өздерінің жаңағы өндірістерін күрделендіру жолында. Сондықтан олар қазір қаржыландыру жағынан, кәсіпкерлер палатасы жағынан ұсыныс жасады. Сонда бізге көмек қажет деп. Бізде қазір ең бірінші мақсат қазіргі экономикалық жағдайға байланысты тек қана жас стартап компанияларды ғана ашу ғана